Мәшһүр Жүсіп атамыз 1858 жылы Павлодар облысының Баянауыл ауылында дүниеге келген. Шын аты Жүсіп. Ал мәшһүр арабтың белгілі мәлім деген сөзінен аударылған. Елге атағы жайылған шақта азан шақырып қойған атына мәшһүр сөзі қосылып кетеді. Бір қызығы қат танымаса да, әкесі көпейдің көзі ашық, көкірегі ояу еді. Тұңғышы Жүсіптің оқып білім алғанын армандайды. Оқытайын десе малы жоқ. Содан бір күні Қызылтаудағы Қамар Қазіретінің медресесіне барып, ұлын оқуға алуын өтініш етеді. Ақысына медресені түнде күзетіп, күндіз отын суын дайындап, ауласын сыпыратын жұмысшы болмақ ниетін айтады. Сөйтіп баласына бола Қызылтауға көшіп келіп, медресенің жанында жер кепе қазып тұрады. Мәшһүр Жүсіп осы медреседен қат танып, 15 жасына дейін білім алады. 1878 жылы алғаш рет Қараөткел, Ақбасар, Қаражар маңын жайлап, Алтай, Қуандық, Тоқай елдерін аралауға шығады. Естіген, көрген дүниелерін қағазға жазып, халық ауыз әдебиетін жинап бастайды. Бала күнгі естіген ертегі, қисса, жыр жаңылтпаштарын, шежірелерді қағаз бетіне түсіре береді. Сөйтіп 1931 жылы Қазақ СССР ғылым академиясының қолжазба қорына «Мес» деп аталған жинақты тапсырады. Кейін осы жинақ кітап болып басылғанда, ішіндегі құнды дүниесі 30 томдық кітапқа азық болыпты. Мәшһүр Жүсіп дүниеден өтерде өз бетін өзі салдырады. Әуелі жатар орын таңдайды. Үлкен келіні Зейнептің Досжан деген інісіне қаздырып, өзі үнемі басында отырады. Енін, ұзындығын, биіктігін 2,5 кез етіп алдырады да, ол біткен соң көңілі әлде бірдеңеге дауламай, тағы да біраз тереңдеу етіп қаздырады. Күндегі әдетінше ертеңгілік тағы да басына келіп отырады да дұға етеді. Осы кезде Досжан бірыңғай қиыршық тас жер үйіндісінің астынан тұтастай бір ақ күлгін түсті тастың белгі бере бастағанын байқайды. Молдеке, мына жердің тасының түсі өзгеріп бара жатыр. Әрі тұтас жатқанға ұқсайды. Енді не істейін? Бөлектеп уақтайын ба, деді Досжан. Жоқ, Досжан, менің де күткенім осы еді. Сындырмай, тұтас ал да жоғарыға шығар, деп ары қарай дұғасын оқиды. Биіктігі 1,5, ені бір кезге таяу, қалыңдығы 20-30 сантиметр тасты алып, оған өзінің аты жөнін жазады. Сөйтіп бейіттің басына белгі етіп қойғызады. Мен өлгеннен кейін 40 жылға дейін денем бұзылмайды. Тірі адам көзі көреді, серт етем. Тек жаздың ыстық айларында кебінімді айырбастап отырыңдар, қыста керегі жоқ. Сонда көздерің жететін болады, деп үлкен баласы Шәрәпидинге шырақшылықты өсиет етеді. Сөйтіп мәшһүр 1931 жылдың күз айында дүние салады. Дүние салардан бұрын тірісінде өзіне өзі дұға оқытады. Оны көріп сол заманның молдалары мәшһүр адасты, тірісінде өзіне мола қазды, Құран оқытты деп сынайды. Сонда мәшһүр ертең мен өлгенде маған келіп бата жасамақ түгілі өз бастарыңмен қайғы боп кетесіңдер. Мен көрмеймін, сендер көресіңдер. Көресіздер де көнесіңдер, деп деген екен. Айтқандай 1931 жылда аштық басталып, ел қырылып, аман қалғаны бас ауғанға қаңғырып кетеді. Мәшһүр 73 жасында дүниеден өтеді. 50-ге таяған тұсында 73-ге келгенше балталасаң да өлмеймін. 73-тен асқан соң майға бөлеп қойсаң да әрі өмір сүрмеймін, деп жиі айтқан екен. Айтқандай әуленің сөзі айнатпай келеді. 1931 жылдың жазында елге хабар жіберіп, мәшһүрмен қоштаса берулеріңе болады. Тіршілігінде бата жасаңдар, қолынан келіп дәм татыңдар. Келер жылы сондай заман болады. Кімнің қандай жағдайда болары белгісіз қалады.
жүздеріңді өз көзімен көріп кетейін, батаға қатысыңдар дейді. Алғашында қадама болып келген адам легі кейін үлкен ас беру рәсіміне айналып кетеді. Мәшһүр әр ас соңында өзіне бата жасап, қолын жайып, көпейұлы Жүсіптің о дүниедегі бетінен жарылғасын дейді екен. Өмірінің ең соңғы сәтінде көрші ауылда сақсақалдар, тіпті алыстағы жекжат ағайындары да жиі келіп қал сұрасып жатады. Сонда Мәшһүр, қимайсыңдар, білемін, Құдай аламын дейді. Ал Шәрәпиден мен сенеп бермеймін деп әлек. Әй қайдам, санаулы ғана тіршілігім қалды ғой деп күліп қояды екен. Бақиға аттануына бір жұма қалғанда, ауылдастары Еламан Еспағанбет ұрпағынан тараған Жүсіпті, Құдияр атасынан ұста Мәшрафты, Түлкі молланы, Құлшәріп дуананы шақыртады. Бір жұмадан соң Алланың аманатын бермекшімін. Мені ақ жауып, аурулап қоюды да сендерге тапсырамын дейді. Ал дәрет суымды келіні Ақзейнеп баптап тұрсын деп аманаттайды. Мәшһүрдің бейіті 1950 жылға дейін аман сақталған. Денесі шірімеген деседі. Мәшһүрдің өзі мола салдырғанда 2 бөлме етіп тұрғызған екен. Денесін көнбей ашық қоюды тапсырыпты. Ұрпақтары әр жұмада сақал шашын алып, кебінін ауыстырып тұрады екен. Мүрдесі суық емес, ұйықтап жатқан адамды елестетеді деседі. Жазушы Дихан Әбілов 1949 жылы әулиенің басына зиярат етіп келгенде денесінің шірімей жатқанын естелік етіп жазып кетеді. 1946 жылы Сәбит Мұханов та Мәшһүрдің бетіне келіп, ішіне түсіп, шірімей жатқан әулиенің денесін көрген екен. Тіпті өлі дене сасымай, бір түрлі қош иіс шығарып тұрады деп жазады. 1952 жылы большевиктер Мәшһүрдің бейітін бульдозермен бұзып, қиратып тастайды. Жұрттың мола басына келіп, Құран оқуына тыйым салады. Кесенесі 2006 жылы ғана қайта жаңартылып бой көтереді. Кесененің жанында Мәшһүр бұлағы бар.